Бір кісі Құранды жаттай алмаса да, оны қайта-қайта оқи береді екен. Күндердің күнінде ол кісінің ұлы: «Әке, не үшін Құранды жаттай алмасаңыз да қайта-қайта оқи бересіз?» деп сұрапты. Сонда әкесі: «Ұлым, көмір таситын себетті алып, су алып кел» деді. Ұлы таң қалып: «Бұл мүмкін емес қой» деді. «Амалдап болса да су алып кел» деді әкесі. Бала арықтан су толтырып алды да жүгіргенше әкесінің алдына келді. Бірақ себетте су қалмаған еді. Осылай 5-6 рет қайталанды. Бірде-бір рет су әкеле алмаған ұлы: «Әке, айттым ғой, мұның сірә амал жоқ. Себет суды ұстап тұра алмайды, су лезде ақып кетеді». Әкесі: «Иә ұлым, мұның басқа амал жоқ. Бірақ себеттен қандай да бір өзгеріс байқадың ба?» деп сұрады. «Иә әке, себет көмір таси бергеннен қарайып кеткен болатын. Су құя бергеннен тазара бастады» деп жауап қайырды ұлы. «Міне көрдің бе балам, дүниенің тіршілігі деп жүрегіміз қарайып кетеді. Ал мына Құран су сияқты қарайған жүректі ағартып, мөлдірлік, тазалық, тұнықтық қасиеттермен безендіреді» деген екен.